саламатсыздар ма оқушылар? Қазір қазақ тіл сабағы 65-ші сабағымыздың тақырыбы сөз таптары. Сабақтың мақсаты сөйлемнен сөз таптарын, яғни зат есім, сын есім, сан есім, етістікті табатын боламыз бүгін. Енді оқушылар, қазақ тілінде 9 сөз табы бар. Осының ішінде біздер 4-еуімен таныспыз, ал қалған 5-еуін жоғары сыныптарда тереңдетіп оқитын боламыз. Біздер білеміз, зат есім, сын есім, сан есім және етістікті білеміз. Ал есімдік, үстеу, еліктеу сөздер, шылау, одағайларды жоғары сыныптарда тереңдетіп оқимыз. Енді оқушылар, зат есім дегеніміз не? Зат есім дегеніміз кім, кімдер, не, нелер деген сұраққа жауап беретін, яғни заттың атын білдіреді. Ал етістік дегеніміз не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап береді. Заттың қимылын, іс-әрекетін білдіреді. Сын есім дегеніміз заттың сынын, сапасын, түрін, түсін білдіреді. Қандай, қай деген сұраққа жауап береді. Ал сан есім заттың санын, ретін білдіреді. Ол қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Енді оқушылар, оқулығымызда енді біздер осы 3-ші тоқсаннан бастап қазақ тілінің 2-ші бөлімін оқимыз. Оқулықтарыңыздың 4-ші бетін ашыңыздар. Сол жерде 2-ші жаттығу бар. Көп нүктенің орнына тиісті сөз табын қойып, мәтінді оқы дейді. Сені жан-жағыңнан заттар қоршап тұр. Сол заттардың атын білдіретін сөздерді не дейміз? Зат есім дейміз. Ал заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Заттар әр алуан белгілерге, түрі, түсі, сапасы, санына ие. Мұндай белгілерді біздер қандай сөз таптары арқылы айтылады? Сын есім мен сан есім арқылы айтылады. Енді қарамен жазылған сөздерге қарап мәтіннің мәнін түсінуге бола ма? Біздер білеміз. Заттар десе, оның атын білдіреді десе, оның зат есім екен. Ал қимылын, іс-әрекетін деген сөздерді естісек, оның етістік екенін. Ал белгілерге байланысты оның сын есім мен сан есім екенін білеміз. Жақсы оқушылар, ары қарай. Енді 3-ші жаттығуға қарай 4-ші беттегі мақалды жатқа көркем жаз дейді. Ақыл көпке жеткізеді, өнер көкке жеткізеді. Әдемілеп, көркемдеп жазайық. Осының ішінен біздер әр сөзді сөз табына ажыратайық. Ақыл, өнер, көп деген сөздер ол қандай сөз табына жатады? Заттың атын білдірсе, сапасын білдірсе. Заттың атын білдіретін сөздер ақыл, өнер, көк дегеніміз бұл жерде аспанды айтып тұр. Бұлар зат есім болады. Ал жеткізеді деген етістік. Енді оқушылар семантикалық кесте жасап, кестені толтырып жіберейік. Оқушы оқиды, 3-ші, таза, 2000, жеңеміз, көркем деген сөздерді қай сөз табына жататынын ажыратып, қосу белгісін қойып шығайық. Егер де оқушы зат есім десек, зат есімге қосу қоямыз. Етістік десек, етістікке. Оқушы зат есім болады. Оқиды, етістік. 3-ші бұл заттың несін білдіріп тұр? Санау, ретін. Таза деген оның сапасын. 2000 деген санын. Жеңеміз, іс-қимылды. Көркем деген оның түсін білдіріп тұр. Түрін, түсін. Жақсы оқушылар, барлығымыз жақсылап орындадық. Енді оқушылар үйге тапсырма 4-ші жаттығу 5-ші беттегі және де оқушылар арамызда зат есім, сын есім, сан есім, етістіктің ережесін білмесек, осы ережені дәптерімізге жазып алып қайталаймыз. Үй тапсырмасын Окедуске жібересің.